Оның орнына бір сочный донер жемеймін ба деп те айтып жатады. Қантар роботы деген істем. Болды, орындар бітті, басқа оқушылар қалды деген сияқты. Бір оқушылар болады ше, пробаны тапсырып отырады да, конспект деп шетін көре салайыншы, мына шетін көре салайыншы дейді. Сәлем, сіздермен бірге инфология арнасы және бүгінгі подкасттың тақырыбы қаңтар роботы туралы болады. Бүгінгі подкасттың қонағы бізде Ильяс ағай. Сәлем оқушылар, сендермен байланысты Ильяс ағайларын. Мен жалпы осы инфология курсын академиялық директор болып табылам. Жалпы оқушыларда бір 2 жылдан бері осы ұбт-ға дайындалып келе жатқандықтан, бүгінгі подкастымызда біз қантар роботы жайлы толық қалай тіркелемізден, қантар роботтан кейін не жасаймыз деген барлық тақырыптарды қамтып шығатын боламыз. Ендеше онда Құралай апай маған сұрақтар қойып отырады. Мен сол сұрақтарға жауап беріп, өзімнің мысалымды, Құралай апай өз мысалы және де басқа да оқушылардың мысалдарымен талдап беріп отыратын боламыз. Оқушылар, онда мен өзімді таныстырып өтейін. Мен Құралай апай, 2-ші, 3-ші және 49-ші ағымның кураторы. Ең бірінші сұрағымыз ол бірінші оқушыларға қаңтар ұбт туралы түсінікті қалыптастырып кетсек және оның маңызы туралы айтып кетсеңіз. Хорошо. Жалпы оқушылар, қаңтар ұбт деген істе. Қаңтар ұбт ол біздегі аралық емтихандардың бірі. Қаңтар ұбт арқылы біз қаңтар ұбт-да жинаған ұпайымызбен университеттерге біз ақылы негізде оқуға түсе аламыз. Яғни мысалға шекті балл жинайтын болсақ, мысалға шекті балл университеттерде ақылы негізде оқуға түсу үшін, яғни платный дейді ғой. Сол платныйға мысалға университеттерде 50 балдан асу, 80 балдан асу, дәл сол балды жинау қаңтар ұбт-тан жинайтын болсақ, мысалға 80 балда сол нәтижеміз салып, біз мысалы ақылы негіздегі универге оқуға түсе беруге болады. Және де ол балды біз тек қана ақылы негіздегі университеттерге ғана емес, біз оны өзіміздің бір деңгейімізді анықтау үшін де, бір ұбт-ның атмосферасын сезіну үшін де бір аралық емтихан ретінде қарастыруға болады. Жалпы қаңтар ұбт өзі аты айтып тұрғандай, бізде қаңтар айында болады. Қаңтар айында 1 ай көлемінде, және де ол ақылы негізде болады. Осы қаңтар ұбт-ға 5640 теңге деген, яғни 2 МРП қателеспесем осындай мөлшерде ақы төленеді. Сол арқылы бізде не жасалынады? Оқушы 1 рет қаңтар ұбт-ын тапсыра алады. Кейбір оқушылар қаңтар ұбт маңыздылығын түсінбей, оның орнына бір сочный донер жемеймін ба деп те айтып жатады. Сондықтан да қаңтар ұбт өте маңызды, және көп оқушылар сұрайтын сұрақ ол қаңтар ұбт қай аралықта және қай күндерде тіркелсек болады? Хорошо. Енді осы қаңтар ұбт-ның тіркелу жайлары айтып кететін болсақ, жалпы негізі біздің ұбт-ның негізгі 4 ұбт бар. Бұл қаңтар, наурыз, нағыз ұбт және де тамыз айындағы ұбт. Бұл шекті балл жинамаған оқушыларға арналған ұбт. Негізгі оқушыларға біздегі 3 ұбт-ымыз бар. Бұл қаңтар, наурыз, нағыз. Қаңтар бізде қаңтар айында, наурыз айында, нағыз ұбт бізде ол мамыр айы мен шілде айларының арасында болатын болса, қаңтар ұбт жаңа айтып өткендей өзіндік қаңтар айында болады. Оның уақыттарын қай кезде тіркелеміз, қай аралықта болады, оның барлығын бізде тест-центр KZ-тің әлеуметтік желілерінен көруге болады. Telegram, Instagramнан. Осы жерде сілтемелер шығады, сайттарына сілтеме деген секілді. Сол жерде біз не істейміз? Қашан тіркелу ашылатынын, қай аралықта болатынын, тіркелу құны қанша болатынын, соның барлығын біз осы тест-центр KZ-тен білеміз. Басқа да оқушылар болып жатады, бір WhatsApp чаттарда қаңтар ұбт жақындаған кезде шығады. Қаңтар ұбт-ға бір 100 ғана оқушы тіркеле алады, орындар саны аз екен деген секілді әртүрлі өсектер тарайды. Мен сол кезде кеңес беретін оқушылар көп алдана бермей, тест-центрдің ресми жаңалықтарын Instagramнан, Telegramнан күтейік. Көп оқушы WhatsApp-қа шығады, қаңтар ұбт биыл болмайды екен, қаңтар ұбт-ның тіркелу уақыты осындай уақытта екен деген секілді бір ақпараттарға өсек өтірікке сеніп қалып жатады. Бір WhatsApp-та бір сообщениялар келіп жатады ғой, болды, орындар бітті, басқа оқушылар қалды деген сияқты бір өткен жылғы оқушыларымыздан көріп жатқанбыз, көпшілік сеніп қалып жатады. Негізі соған мен кеңес бермеймін. Тек қана тест-центрдің айтқан уақыт аралықтарында болады, және де тест-центрдің айтқан сайттарында сол жерде тіркеле аламыз. Көп оқушылар осыны шатастырып алмаса деп сұрайтын. Негізгі тіркелу бізде желтоқсан айында болады. Желтоқсан айында шамамен 10-шы желтоқсаннан кейін, шамамен 20-шы желтоқсанға қарай жылда өзі тест-центр Instagram парақшасына жариялайды. Осы уақыт аралығында тіркелеміз. Өзіндік бір кезеңдер болады. Бірінші кезең, екінші кезең. Егер де орындар саны толып қалатын да жағдайлар болады. Ол үшін тіркелу үшін бізде тест-центрдің өзіндік бір сайтына тіркеліп алу қажет. app.testcenter.kz. Если мен қателеспесем, толығырақ бізде осы жерде сілтеме шығады. Осы сілтемеден осы сайтқа кіру арқылы біз не істей аламыз? Аккаунт ашып алуымыз керек негізі.
көп оқушы не жасайды, мынандай қателік жасайды. Тіркелетін кезде оқушылардың тест центрде аккаунты болмайды да. Уақыты ашылғаннан кейін тіркелу басталды деген уақытта ғана барады да аккаунт ашып отырады. Бірақ дәл сол секілді мыңдаған оқушы ұбт-ға тіркеліп жатады. Келесі мыңдаған оқушы олар аккаунт ашып жатады да. Сонымен тест центрдің серверлері көтермей қату басталады да. Бұл ең алғашқы ұбт болғандықтан оқушылар қобалжиды, мен қап кеттім ба дейді. Бір қыздар жылап жатады, бір ұлдар болды мен тапсырмаймын, армияға кетемін деп сөйтіп жүретін де ұлдар болады. Осындай моментте айтарым, оқушылар қазір осы подкастты көріп отырсаңдар, тест центрдің сайттарына кіріп, тіркеліп, аккаунт ашып алыңдар. Себебі ертең қаңтар ұбт кездерінде өз уақыттарында ұстамайтын боласыңдар. Алдын ала ашып қойсаңдар, ешқандай қиындығы жоқ. Сол кезде өздеріңге жақсы болады. Иә, осыны дұрыс айттыңыз негізі. Өйткені мен өзім жеке оқиғамда осы қаңтар ұбт-ға тіркелетін кезде біз сабақта отырған болатынбыз. Сыныпта бәрі у-шу болып, ана жерде мен өзім жеке аккаунт ашпаған болатынмын. Солай платформа құлап, кішкене уайымдап, қай датаға тіркелетінімізді білмей, таңдаған датада орындар саны бітіп, солай кішкене қобалжып кеттік. Өзі уайымдап отырасың, ұбт-тың қалып кетейін ба деген секілді. Еще ана жердегі мынандай нәрсені көп оқушы түсіне бермейді. Тест центрдің серверлерде бір ол да темірден жасалған ғой. Ол да бір қатат деп айтуға болады да. Себебі жылда бір 200 мыңнан аса түлек сол қаңтар ұбт-ға 200 мыңға жуық түлек қаңтар ұбт-ға зайып кетеді. Бір мезетте 170 мың адам бір сайтқа кіргендіктен, әрине ол серверлері қатат. Сондықтан оқушылар алдын ала айтатыным, тест центрдің сайттарына кіріп, тіркеліп алыңдар. Одан кейін тест центрдің аккаунттарын бақылап, Instagram, Telegramдарын бақылап жүрулерін сұраймын. Үшіншісі, жаңағы өсектерге сеніп қалмаңдар. Өздері ресми ақпараттар шығады. Ресми ақпараттарды өздері жариялайды. Сол жерлерден көріп аламыз, басқа ақпараттарға сенбейміз. WhatsApp чаттардағы достарын айтқан өтірік, өсек, оның барлық негізі. Көп оқушы осындай моменттен шатасып қалады да, кейін бір басқаларға ақпарат тарқатып жүреді. Осы моменттен бір алданып қалмасаңыздар деп сұрайтыным. Бұл тіркелуге қатысты. Тіркелуде яғни алдын ала аккаунт ашып аламыз. Тест центр жариялаған уақытта сайтына кіреміз. Өзі сол жерде подать заявление немесе бір өтініш беру деген батырмалар бар, инструкциялар болады, өз тест центрларын қарап алуға болады. Сол жерден не істейміз? Тіркеліп алдын ала сол инструкциямен біз тіркелетін боламыз. Ал енді қаңтар ұбт қай аралықта болады? Қателеспесем, өткен жылы 10-шы қаңтар мен 10-шы ақпан аралығында болған. Сол аралықта оқушылар тіркелді. Бізде еще қаңтар ұбт көп оқушы ойлайды, кез келген күні болады деп. 10-шы қаңтар мен 10-шы ақпанда. Жоқ олай емес оқушылар. Дүйсенбіден жұма күндері аралығы бірінші уақыт ашылады. Сенбі күні қателеспесем кейбір жерлерде ашылады, кейбір жерлерде ашылмайды. Орын саны толғанына байланысты. Бірақ жексенбі күні ұбт болмайды оқушылар. Осыны шатастырып алмасақ, себебі жексенбі күні бізде тест центрдің қызметкерлері демалады. Соған байланысты бізде жексенбі күні кейбір оқушылар жексенбі күнгі датаны алып алады да, неге болмады, мен датам шықпады, шығып қалатын шығар деп күтіп отырады. Жоқ, оқушылар жексенбі күні дата шықпайды. Сенбіде кейінірек шығуы мүмкін. Сондықтан кеңес беремін, сразу дата таңдайтын болсаңдар, бірінші дүйсенбі мен жұма күндері аралығын таңдауға. Иә, бәрін дұрыс айтып кеттіңіз, сізбен толықтай келісемін. Және оқушылардың өздерінің терминдері бар, сәтті даталар деген. Яғни қай күндері тіркелсем мен жақсы нәтижеге, жоғары нәтижеге жетемін дейді. Негізі осы тіркелген күн нәтижеге қалай да бір әсерін тигізе ме? Негізі мынандай нәрсе ғой, егер оқушы дайындалса, шынымен жақсы нәтиже алады. Егер оқушы дайындалмаса, шынымен төмен нәтиже алады деп айтсақ болады да. Көп оқушы жауапкершілікті бір датаға сырғысы келеді негізі. Былай айтсам болады, сәтті дата деген нәрсе жоқ негізі. Мойындау керек. Бірақ кеңестерімді айтып кетейін қазір дата бойынша. Көп оқушы өздері дайындалмайды, бірақ жауапкершілікті алады, қаңтар ұбт-ына азалғаны кімге жауады? Датаға жауады. Өзі алғысы келмейді жауапкершілікті. Мен дайындалмадым, мен дұрыс жасамадым деген секілді алмайды да. Мен дұрыс дата таңдамадым деген секілді біреуге аударып жіберуді жақсы көреді. Осыған дейін де мынандай ұбт-ға жайлы өсектер шыққан ғой. ұбт-та бір Абылай ханның атының қанша тісі бар екен деген секілді сұрақтар келеді. Роза Рымбаеваның туфлиінің размері деген секілді. Негізі ондай сұрақтар ұбт-та болмаған. Ол тек қана аз алған оқушылардың өсегі. Шыны керек, сондай. ұбт туралы миф. ұбт туралы мифтардың бірі. Андай ғой, оқушы өзі аз алып шығады да, ата-анасының алдында ақталу қажет, не істейді? Сондай сұрақ келді, дұрыс дата таңдалмады, тест центрдің сервері қатты дегенде жауапкершілікті тест центрға сұрады.
оқушылар, мен сендерге айтар кеңесім, ондай оқушылардың қатарынан болмаңдар, дайындалыңдар. Сол дайындықтарыңға қарай сендердің де нәтижелерін болады. Сондықтан жауапкершілікті сырмай өзімізге алып дайындалайық. Ал енді даталар жайлы айтатын болсам, мен былайынан қарастырамын, жалпы қаңтар роботы шамамен бір 5 апта болса, мен кеңес бермеймін алғашқы аптасына кіруге. Мен оқушыларға өз басым қатты кеңес беремін. Неліктен? Себебі енді ұбт басталды ғой. Ол орталықтарда бізде не болып жатады? Жаңағы компьютерлер тестілеп жатады. Мүмкін бір-екі компьютердің мышкасы істемей қалуы мүмкін, клавиатурасы істемей қалуы мүмкін экраны істемей қалуы мүмкін да. Техникалық ақаулар точно болады. Мен мысалы бірінші рет қаңтар роботқа кірген кезде өзімнің алғашқы ұбтымда мышкам істемей қалған. Сосын ана ана кісілер асықпайды. Сосын асықпағасын өзім деген уақытым кетіп жатыр ғой, мышкамен белгілеуім керек. Бардым да өзім ана компьютерде информатика тапсырғандықтан, бардым да өзім үстінен мышканы суырып, маған новый мышка әкеліп беріңізші деп, ол әкелді, әкеліңіз, мен өзім жалғаймын дедім да, өзім жалғамын сол жерде отырып. Олар ұрысқан маған, тиіспе біреудің несіне деп. Мен бірақ уақытым кетіп жатыр деген да. Дәл сол секілді бірінші аптаға оқушылар кеңес беремін. Техникалық ақаулар болуы өте нелердің бірі, апталардың. Енді қалған 5 апта, егер оқушылар сендер өздерінің дайындықтарыңа сенімді болсаңдар, екінші және үшінші апталарда қаңтар роботқа кіре беріңдер. Бізде оқушылар бар ғой, бізде 10 сыныптан дайындалып жүрген, жаңағы тамыз айларынан дайындалып, шілде, жаз айларынан дайындығын бастаған оқушыларға мен кеңес беремін. Екінші, үшінші аптаға. Бұл оқушыларға мен кеңес бермеймін. 4-ші, 5-ші аптаға қалып кетуге. 5-ші аптаға вообще қалуға болмайды. Неге? Себебі бұл дайындалған оқушылар, олар андай да, өзі бір көкпар жылқылар ретінде түсіндірейінші. Мысалға, көкпарда мысалға бір жылқылар дайындайды, оларда суытады деген секілді әбден қыздырады да. Енді ол жылқыларда бір өздерін күтіп қалады да, бір қашан шабамын деген секілді. Дәл сол сияқты оқушыларды мен жылқы ретінде қарастырамын. Ол оқушыларда не жасау қажет? Өздерін күтіп қалады. Қашан тапсырамын дейді да, өздері бір шаршап кетеді ананы күте беріп. Менің кеңесім тыңдасаңдар оқушылар, шынымды айтайын, 2-ші, 3-ші апта. Желательно осы 3-ші апта тапсырсаңдар вообще керемет болады. Соңына қалдырсаңдар бір жоғары аламын деген секілді, сол 1-2 аптаның ішіне бір 20-30 балл қосып үлгермейсіңдер. Деңгейлерін сол шамада қалады. Осы 2-ші, 3-ші аптаға кеңес беремін. Ал 4-ші аптаға деңгей примерно средний, ал 5-ші аптаға мен негізі көп оқушыға кеңес бермеймін. Көп оқушы 5-ші аптаға кеңес беремін. Осы 1-ші, 5-ші аптаға қалуым қажет жоқ. Мынау 4-ші аптаға дайындығын бір күзде бастаған, немесе бір желтоқсан айында бастаған оқушылар кіре берсін. Ал мына 5-ші аптаға көп оқушы былай болады. 5-ші аптаға тіркеліп алады. Мен дайындаламын ғой қаңтар роботта дейді. Мына жақта айтады. Енді дайындығын бастап жатқан кезде қаңтар роботқа кіріп шыққан оқушы айтады: мынандай сұрақ келді, мынандай оқы дейді. Барады, ана дайындығын үзеді, отырып ананы іздейді. Сөйтсе ол байқамай шатастырып алған тақырып болып шығады. 2-ші аптада кіреді, мынандай тақырып келді, мынандай есеп келді дейді да, оқушы барып тағы шатасып оқиды. Яғни дайындығын үзіп жүреді да. Еще шок болады. 1-ші, 2-ші, 3-ші апталарда кірген оқушылар қадалып қалса, 1-2 оқушылар дайындалмаған. ұбт қиын, мен тапсырмайын болды дегенде жылап шықса, бір уайымдайды. Мен қадалдым да, маған мықты оқитын оқушы қадалып қалса, значит, мен де қадалатын шығармын дейді. 5-ші аптадағылар, ең соңында қалғандар өте қатты қиналады, андай бір тревожность болып кетеді да. Өздері ұбтқа кірмей жатып, соғыс басталмай жатып, ұтылып қалады олар ше. Өз іштерінде ұтылып қалады. Сондықтан 1-ші, 5-ші аптаға кірмей қойыңдар. Алғашқы және соңғы аптаға. Ортасындағы апталарды таңдай беріңдер. Алғашқы 1-ші аптадан кейінгі алғашқы апталарды мықты дайындалғандар. Соңғы аптадан басқа предпоследний апталарды мен кеңес беремін. Жаңағы дайындығын бір қазан айында бастаған, осы қараша, желтоқсан, даже қаңтар айында бастаған оқушылар кіріп, сол айда өз деңгейлерінде нақты көріп алыңдар. Мен осыған кеңес беремін. Сіз мысалы қай уақытқа кеңес бересіз? Мен өзім негізі бір қаңтардың соңы 25-нен 30-ның арасында тапсырған болатынмын. Негізі сол датада жақсы, жаңағы айтқаныңыздай 3-4-ші апта ғой деймін. Жақсы тапсырдым, бірақ өзім дайындығым кішкене кеш бастағандықтан өте көп нәтиже алдым деп айта алмаймын. 107 ғой деймін, қателеспесем. Информатикадан қанша жинадыңыз? Ол есімде жоқ. 35 па сонда? Математика? Математикада сол 39 солардың арасында болды. Тема. Мен өзім қаңтар роботқа кірген кезде 125 ұпай жинағам негізі басында. Одан кейін информатика менде 41 балл, математика 48, тарих 16, оқ сауаттылық 10, мат сауаттылық 10 балл болған, 125 балл шыққан. Одан кейін қазір апелляция жайлы айтып кетемін. Сол жерде 1-2 бізде
информатикадан апелляциялық сұрақтар болады. Бір жаңа тақырыптар қосылып кетті, сол жерде апелляция беру арқылы тағы 2 балл қостырып алып, 125-ке бір андай қанағатсызсың ғой, сөйтіп тағы 2 балл қосып, вообще 127 балл алған. Осындай бір нәтиже бар. Ілияс ағай нәтижесін тыңдадыңыздар, естідіңіздер, көрдіңіздер, сондықтан енді кеңестеріне де құлақ асады деген ойдамын. Енді оқушылардың тағы да жиі қоятын сұрақтар ол қаңтар ұбт-ға негізінен шамамен 2 айдан аз уақыт қалды. Сол 2 ай қалғанда не істейміз? Мен өзім мысалымда түсіндіріп берейін, және де оқушыларымызды біз инфология курсына қалай дайындап жатырмыз, не жасап жатырмыз, соны да түсіндіріп берейін. Бізде жалпы осы инфология курсының академиялық директор болғандықтан мен жалпы оқушылардың академиялық білім жағынан дайындауына, олардың жоспарларын құруға, олардың стратегияларын құруына мен жауаптымын. Өзім жалпы оқыш кезімде қалай дайындалдым? Мен өзім қыркүйекте осы информатиканы оқығам, қыркүйектен бері оқып келдім, желтоқсан 20-сына таяу курсты аяқтадым толық. Одан кейін барып не жасадым? Одан кейін осы қаңтар ұбт-ға аз қалған кезде мен түсіндім, желтоқсан айы бұл қайталау айы дедім. Мен математика пәні мен информатика пәнінің алдында толық қайталадым. Мен ақпанның 2 күніне шамамен 4-ші аптасына ма тіркеліп алғам. 4-ші аптасы аяқталатын уақытқа жұма күніне тіркелдім ғой деймін. Андай қасиетті жұма деген сондайға сенгем ол кезде де. Кейіннен түсіндім, ондай нәрсе жоқ екен. Ол кезде не жасадым? Сол желтоқсан айын біз қайталауға арнадым өз басым. Қаңтар айында не жасадым? Қаңтар айы тоже қайталау болды. Қаңтар айында бірақ мен сұрақтар талдадым. Яғни желтоқсан айында мен отырып конспекттерімді, дәптерлерімді бір қарап шықсам, бірақ расслабленный болдым. Немен өтіп шықтым, асықпай деген секілді. Одан кейін не жасадым? Жаңағы желтоқсан айы біткеннен кейін қаңтар айында мен уже интенсивно бастадым. Күнне 30 есептен қойдым өзіме планка ретінде. Күнне 30 туындыдан есеп, геометриядан есеп, 40 есеп деген секілді. Сондай планкалар қойдым. Информатикадан 1 квиз тапсырам, 2 квиз тапсырам деген секілді қаңтар ұбт-та солай жасадым. Одан кейін барып қаңтар ұбт-ға 2 ай қалғанда осылай болды дайындығым. 2 ай форматында көрсететін болсам, желтоқсан 1 конспекттерімді қайталау, бір асықпай қайталау форматында болса, қаңтар айында біз не жасадым? Жаңағыдай интенсивный қайталадым. Ал енді біз курста не жасап жатырмыз? Қаңтар айына 2 ай қалған кезде бізде қараша айынан бастап 7 апталық пресеньор дейтін топ басталды. Пресеньор тобының кураторларының бірі осы 4-ші топ кураторы. Құралай апайлардың осы бізде пресеньор тобы қалай жүзеге асады? Бізде пресеньор тобында 7 апталық блок болады. Әр аптаның ішінде біз не жасаймыз? Әр аптаның ішінде определен тақырыптарды қайталаймыз. Мысалға, Python, SQL, Web деген секілді өзі бекітілген, теориялар бекітілген. Біз оқушыларымызға жиі тест тапсырып қызамыз. Оқушылар теорияны жаттаған, енді сол қаншалықты жаттағанын на практике көру үшін біз не істейміз? Жаңағы тесттер арқылы өздерінің деңгейлерін сезіндіреміз. ұбт деңгейі осындай екен деген секілді. СТ тапсырып қызамыз. СТ-да біз нағыз ұбт-ның сұрақтарын нұсқа кітаптан алып пробныйлар береміз. Міне осылай жасап жатырмыз. Курстың өзіне 2 ай қалғанда көп жиі тест шешкізу керек оқушылар. Оқушылар басына жинап алады, бірақ оны қалай қолданылатын, тестте қалай келетінін білмей жатады. Біз сол үшін дайын тесттер беріп тастаймыз оқушыларымызға. Міне пресеньор тобы осылай жүзеге асады. Ал енді 2 ай қалғанда осылай, сіз өзіңіз не жасар едіңіз 2 ай қалғанда? 2 ай қалғанда дегенде мен бірінші қаңтар ұбт-да жаңа жыл, өздеріңіз білетіндей жаңа жылмен көп оқушылар өздерін алдап қояды. Мен де сол оқушылар қатарына кіремін, жаңа жылды тойлап, енді жаңа жылды тойлап болғаннан кейін болды, енді қаңтар ұбт-ға тұрмай, жатпай дайындалам деп ойлағанмын. Сөйтсем 2 апта қалған ғой қаңтар ұбт тапсыратын күніме. Содан кейін неден бастарым білмедім. Ол кезде менде тіпті курста да болмайтын. Білмеймін, өзіме қатты сеніп алған адам, өйткені өзім алтын белгі болған соң ба, дайындалмай қойыпты, алып шығам деп ойлаған шығармын. Сол 2 апта қалғанда бір кітап бар еді, информатикадан. Сол кітап жиынтығымен аппақ, сонымен бірге дайындалған болатынмын. Сол кітапты түгел қарап шықтым. Соның нәтижесі сондай бір 35 балдай алдым. Ал математикаға келсем, ол жағын енді өзім алып шықтым, ол дайындалмадым. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Жаңағы айтқандай бір идеальный күшті жоспар айтып берді ғой Ілияс ағай. Сол Ілияс ағайдың уже қайталап жатқан кезінде мен енді бастап жаттым да. Сондықтан да мен кішкене стресс болды, үлгермеймін деген ойлар көп болды. Сондықтан да ол стресстен, қобалжудан айырылғыңыз келсе, онда ертерек бастап, потом содан кейін қаңтар ұбт қаңтар айында тек қана қайталаумен болыңыздар. Осы қайталау айында жалпы нені қайталаймын деген оқушылар болуы мүмкін. Соларға мен кеңес беремін. Жиі пробный тапсырыңдар.
осы күздің айларында, осы қараша, желтоқсан айларында бізде тест-центр өте көп пробный салады. Өздері жаңа пробныйлар шығарады, немесе әртүрлі жан-жақтан кітаптарды алып көріңіздер деген секілді. Пробный тапсырып, өз деңгейлеріңізді танытыңыздар. Мысалға, информатика бойынша пробный тапсырасыздар. Қай сұрақты ұмытып қалдыңыз? Мысалға, бір сұрақты ұмытып қалдыңыз, жазып алыңыз. Сөйтесіз да, ол сұрақты кейіннен мынау қай тақырып, мысалға, ол компьютердің жады болатын болса, значит, сізге қай тақырыпты қайталау керек? Компьютер жады деген тақырыпты қайталау керек. Одан кейін мысалға сіздер HTML-дан қателессеңіздер, HTML-ді қайталау керек. Міне осындай бір тізім, бір пробный тапсырыңыздар, қайталап алыңыздар, келесі пробный тапсырасыздар. Келесі пробный тапсырғаныңыз тағы да HTML-ді ұмытып қалсаңыз, HTML-ді тағы қайталаңыз. Келесі мүмкін уже компьютер жадын ұмытпайса, Python-ның бір рекурсиясын ұмытып қалсыз. Рекурсия деп жазып қойыңыз, рекурсияны қайталап аласыз. Міне осындай сіздерге уже дайын to-do чек-лист шығады. Каждый пробныйдан кейін оқушылар осылай жасаса. Оқушылар көбінесе былай жасап жатады, пробный тапсырады. Мен 80 жинадым, окей, оқи берейін, бірақ оқушыда жүйе жоқ та. Яғни оқи берейін болды. Оқыған кезде біз білетін тақырыпты оқи берсек, сол теңге тұра береміз. Біз білмейтін тақырыпты оқыған кезде ғана не істейміз, нәтижеге жетеміз. Пробный демекші, бізде мектеп кезінде Юстайдың өзінде, яғни қаңтар ұбыты, нағыз ұбыты болатын кабинеттердің өзінде ақылы түрде пробный тапсырып көрген болатынбыз. Бұл негізі өте қатты көмектеседі. Өйткені оқушы қобалжып, қай жерде тапсырамын, қандай атмосферада тапсырамын, соның бәрін өзі бірінші барып көруі осы ақылы түрге, по-моему, стоит. Тұратын сияқты. Қателеспесем бір 1,5 теңге сондай болу керек. Юстайда всегда қабылдап жатады. Егер бір ауылда болатын оқушылар болса, ондай мүмкіндіктер жоқ болса, үйде де жасауға болады. Яғни бір компьютерді немесе телефонды алып, есік, терезе бәрін жауып, мен пробный тапсырамын, мен 4 сағат мазаламаңдар деп, алдыңға тек таза черновикпен ручка алып, интернеттегі уведомлениялар барлығын өшіріп қойып, солай тапсыруға болады. Кәдімгі ұбыт секілді. Өзіме өзін честно, балымды білу үшін. Бір оқушылар болады, пробный тапсырып отырады да, конспект тапсырып, шетін көре салайыншы дейді. Бәрін сөйтеді да көшіреді, короче. Сөйтіп ол алып жүреді бір 110, 100+, мамаларына көрсетіп жүреді, ет жүрім дейді. Ертең қаңтар ұбытқа барғаныңыз көшіре алмай қалады ғой. Сөйтеді да, сол кезде бір аз алса, үйіне барған кезде өзі алады, бір айтқысы келмейді, бір қысылады деген секілді осындай моменттер болады. Окей, енді бір 2 айда айттық, Енді 2 айдан кейін біз бір апта, немесе бір 10 күн деп айтайықшы, бір апта, тере бір 10 күн қалғанда не жасау қажет? Ол кезде жалпы оқушылар біз нақты уже қай күні баратынымыз белгілі. Және де мынандай да нәрсені айтуды ұмытып кеттім. Тіркелеміз ғой, тіркелу датасы кезінде мен негізі бір сыныптастармен барғанда, всегда сыныптастармен барғам. Менің баратын бір 3-4 емес, бір 7-8 класстас болып баратынбыз әрдайым. Өз компашкамыз бар, қыздар, балдар болып 7-8 адам болып баратынбыз, әрдайым бірге 2 такси алатынбыз, алдынан такси мен деген секілді. Сөйтіп сол сыныптастармен бірге барып жүретінбіз. Мен де кеңес беремін оқушыларға, сыныптастармен бірге барып қайтуға. Неге? Себебі ана күтеді ғой, ұбытын кіргізетін уақытын. Сол кезде хотя бы сыныптастармен әңгіме айтып тұрасың да. Хотя бы кейбір оқушылардың ата-аналары бірге барады. Ата-аналардан негізі сәл қысылады деп ойлаймын көп оқушы. Лучше сыныптастармен бірге барып, бір-екі дос баламен барып, ұбыттан кейін донер жеп, жаңағы тағы да пистеген құртып деген секілді. Солай қайтқанды мен құп көремін, осындай момент бар. Сыныптастармен бірге барсам, бірақ андай моментта ол жерде сыныптастарға барлығына балды айтуға қажет жоқ. Просто настроение көтеріп, нормально деп қайта берсем болады деген дейді. Осы үшін қажет. Ата-анамен барса қобалжисың, ата-анам тұр, ата-анам үміті деген сияқты бір оқушылардың ішінде сондай бір чувстволар оянып кетеді. Сол нәрсе үшін сыныптастармен баруға кеңес беремін. Немесе жалғыз бара беруге болады, бірақ жалғыз барғанның бір минусы мен плюсы бар. Ол ана күтетін момент бар ғой, кіргізбейді да сразу ол күтесің. Бір определен уақытта 8:30-да, 8:20-да дегендей кіргізеді, сосын барып күтесің, қорқып отырасың, өзі бірінші рет келіп тұрсың. Сол моменттерде бір қорқынышты, түсініксіз болуы мүмкін. Сол кезде бір сыныптастар көмектеседі. Бірақ оның минус, плюс жағы осылар, плюс жағы қандай? Жалғыз барған. Ол жаңағындай достарыңа балды айтуың қажет жоқ. Өзің барасың, қайтасың да. Вот осы жағынан күшті. Өзімен. Осындай момент бар. Потом осы бал жайлы бір нәрсені айтып кетейін. Көп оқушылар ойлайды, менің мектебім қаңтар ұбыты балымды біліп қояды деп. Шатаспаймыз оқушылар. Алтын белгі болсаңдар да, 80 балл алсаңдар, 90 балл алсаңдар да, баяғыдай нәрсе жоқ. Алтын белгіні ұбытымен ақтау деген. Баяғыда болған ғой, бір 5-ке тапсыру керек деген секілді. Мұғалімдер сендердің балдарыңды көре алмайды. Мектеп сендердің балдарыңды көре алмайды.
оларға тек сендер ин менен тжк-ны берсеңдер ғана көре алады, басқа жағдайда көре алмайды. Сондықтан қорқып жүрмеңдер, мен мектебім біліп қояды, мұғалімдерім біліп қояды. Егер сендер айтпасаңдар, ешкім білмейді. Осы моменттен қорықпай, смело дайындалыңдар, смело кіріп шығыңдар. Енді бір апта қалғанда не істейміз? Бір апта қалған кезде 7 күндік жоспар жасамыз. Мына күні мен былай жасаймын, мына күн былай, мына күн былай деген секілді. Мен қалай жасағанмын? Мысалға, менде жұма күні ұбт тапсыратын болсам, алдыңғы жұма күні мен айтқам, четверг күні кешке, мама, пап, осылай, маған үйдегі жұмыстарыңызды бермеңіздер. Мен бір апта қалды, мен толық баспен таңертеңнен кешке дейін ұбт-ға дайындаламын. Вот осылай айттым. Сөйттім да не істедім? Жұма күні тұрдым. Әдетте жалпы ауылда өскендіктен менде жалпы андай мал қарау, қора тазалау деген секілді сондай сияқты жұмыстар көп болатын. Сондайлардың барлығынан босатылдым. Сөйттім да бір апта бойы мен таңертең тұрғанымнан кеш батқанша сол ұбт бойынша отырдым. Яғни мен былай бекіттім. До обеда математика, после обеда информатика. Бір күн бітті. Келесі күні мен не істеймін? Азанда тарих, математика, одан кейін информатика, тарих деген секілді осылай комбинировать етіп оқыдым. Оқушыларға кеңес беремін. 2 пәнді максималды бір күнге қойыңдар. Яғни мысалға бір оқушылар болады, бір күнде информатика, тарих, мат сауаттылық, оқу сауаттылық, математика бәрін қойып тастайды да бір күнге қиналып жатады, короче, милары каша болып жатады. Мына жақта бір Хақназардың билік еткен жылдары дейді да, оның жауабы биос деген секілді бір миларында каша болып кетеді да. Дәл сол секілді осындай моменттерді алдын алу үшін мен өзімнің ұстаздарыма кеңес бойынша 2 пәнді ғана қойыңдар. Араластырып қойғандар дұрыс. Одан кейін оқушыларда тағы мынандай бір синдром бар ше, осы ұбт-ға дайындалған кезде. Алады да барлығы анау жақсы оқып жатқан пәніне қойып кетеді да, жаңағыда жақсы білетін сұрақтар секілді. Мысалы математика жақсы болып жатса, соған қойып жібереді да. Хотя ол жақтан мүмкін ол 50-ден 50 алып тұр да. Оқи берсе сол 50-ден 50 патологияны тіреледі да. Информатикасы мүмкін бір 20 балда, чуть-чуть оқыса ол 25-30-ға көтерілер еді. Вот осы моментте шатастырмайық. Оқушылар қай пәннен слабыйсың, соны көтер. Осы моменттер кеңес беремін. Кеңес беретінім еще 2 бейіндік пәнге. Математика, информатика саған 100 балл береді. Қазақстан тарихы 20-дан 20-ны ғана береді. Еще ол сен жаңағы ол жақта қателеспесем 6 кітап бар. 2 ма баспа бар. Сонда бір 12 кітаптан сен оқып келе, сен жаңағы 20 балды аласың. Информатиканы дәл сол 12 кітабын оқи келе, сен не істейсің? 50-ден 50-ге жете аласың да. Осыны оқушылар шатастырып алады. Пропорциямен шаққан кезде информатор өзі білу керек, математика оқығандықтан деген секілді. Бейіндік пәнде 2,5 есе көп та балл. Осы жаққа қарай фокус қоюға кеңес беремін. 7 күндік пландарында ең көбірек балды ол оқитын пәндер, ол не болу қажет? Жаңағы бейіндік пәндер болу керек. Осылай 4 күнін өтуге кеңес беремін. Енді қараңдар, 3 күн қалды. 2 күнін не істейміз? 2 күнде біз толық қайталауға арнаймыз. Мына күндер біз тесттер шешуіміз мүмкін, пробнылар тапсыруымыз, қайталайтын андай бір жиі қателесетін сұрақтарымызды қарауымыз мүмкін, видео сабақтар қарауымыз мүмкін, Ал мына 2 күнде соңғы 3 күннің ешқандай видео сабақ қарамаңдар. Ешқандай жаңа бір нәрсені қарап отпаңдар, зерттеп отпаңдар, кеңес бермеймін. Неге андай бір жаңа сабақ көрген сайын андай бір информация көп кетеді. Мынаны жаттауым керек, мынаны жаттауым керек дейсіңдер де бір паника басталып кетеді. Просто алыңдар да жаңағы бұған дейін не оқыдыңдар, соны миларыңа бекітіп алыңдар. Бұған дейін мысалға туынды оқыдың, логарифм оқыдың, тригонометрия оқыдың, соны бекет миыңға жақсылап, чтобы ұбт-ға барғанда ұмытып қалмайтындай. Новый бір интеграл, новый бір пирамиданың формулаларын бүйтіп оқып отыруың қажет жоқ. Жаңағы паника болып кетеді. Пирамидадан кейін анау тетраэдр шығып кетеді, октаэдр деген секілді көп бұрыштылар шығып кетеді. Сондай секілді тақырыптар көбейіп кете береді. Так что қазіргі деңгейінде сақтап үшін қайтала 2 күн. Енді осымен бір апталық жоспар дайын, Енді біз бір күн қалған кезде не істейміз? Бір күн қалған кезде менде бұл рабочий схемалардың бірі, өткен жылдан бері оқушыларыма айтып келемін. Бұл бір күн алдын до обеда сабақ оқыда, кешке не жасап қайт? Қыдырып қайт, прогулка жасап қайт. Мысалға сағат таңертең ертерек тұруға кеңес беремін. Бір күн алып, мысалға бұған мен өз басым ұбт-ға шынымды айтайын, таңертең ерте тұрып дайындалмам. 10-11-де сондайда тұрып дайындалғам, асықпай. Бірақ бір күн алдын ерте тұруға кеңес беремін. Себебі түнде ертерек ұйықтап қалу үшін шаршап қалып деген секілді. Вот осы күн не істейміз? Таңертең ертерек тұрамыз, до обеда оқимыз, обедімізді ішіп аламыз да, не жасаймыз? Ертең не киіп барам? Міне, осыларды дайындау керек. Ертең не киіп барасын? Киіміңді дайындап қой.
жуып қой, тазалап қой, носкиіңге дейін ремень барлығын дайындап қой, қандай шапка киесің, қандай куртка киесің, аяқ киімді майлап тазалап қой. Неге? Бұл өте маңызды. Мелочь болып көрінуі мүмкін. Ертең сен таңертең тұрасың, ұмыты жолға шығайын деп жатсың, ақ көйлегің бір сардақ түспаған, аяқ киімің кір. Бұл не болады? Саған андай бір мынау кір ғой дегендей бір ана бір стресс болады таңертең ше. Сондай болады да. Көбінесе қыздарда болатын шығар. Андай бірдеңесі болып қалмай қалады. Не болып кетті, бір әдемі болмай тұрмын деген секілді сондай болып кетеді. Так что мен айтамын, киімдеріңді дайындап қойыңдар. Бір күн алдын, 2 күн алдын, чтобы ұбт күні сендерде не кием дегенде артық сұрақ қоймайсыңдар. Миларың нагрузка қылмайсыңдар, миларыңды артық шаршатпайсыңдар. Артық тревога болмайды. Вот, не кием дегеннен кейін екінші нені дайындайсыңдар, не алып кетем. Ручка, қалам, скорее ручкаң өзі жетеді. Мүмкін 2 ручка алып алыңдар, 2 ручканы дайындап қоясыңдар. Одан кейін барып нені дайындайсыңдар? Одан кейін барып сендердің алып кететін суларын, шоколадтарын және де удостоверение. Если удостоверение жоқ болса, мектептен бір справка қажет болады, қателеспесем. Оның уже неде тізімдерді жариялайды. Осы құжаттарда шоколадты да суды алып кетуге кеңес беремін. И суда андай ғой, таза су алуға кеңес беремін. Жаңағындай суларды қателеспесем кіргізбейді ұбт-ға. Так что таза тасай, асу деген секілді суларды алуға кеңес беремін. Бұның барлығын не үшін алдын ала 1 күн алдын, 2 күн алдын дайындап қою керек? Себебі ұбт күні жаңағы айтқандай стресс болмау керек. Мен удостоверением қайда, мама қаяқта деп таңертең бәрін аласапыран қылып, у-шу қылып жүрмейсің үйінде. Алдын ала дайын тұрасың. Алдың кеттің, соғысқа да әскерлер алдын ала дайындалып қояды ғой. Жаңағына қылыштарын өткірлеп қояды, аттарын дайындап қояды, андай әбзелдерін барлығын тағып деген секілді. Дәл сол секілді болу қажет. Бұл да бір кішігірім соғыс қой, сендердің емтиханның өзін солай қарастыру керек та. Вот осы момент бар. Енді сабақ оқыдыңдар, дайындалдыңдар, одан кейін кешкі уақытта не істейсіңдер? Кешкі уақытта мен кеңес беремін далаға шығып прогулка жасап қайтуға. Мен өзімнің жалпы үлкен бір итім болатын алабай. Соны алып мен прогулкаға шығып кететін. Мен ауылда тұрғандықтан бізде полиялар болатын. Полияда адам жоқ. Итін босатып қоясың, жүресің, соның қасында қадағалап деген секілді. Яғни біз уже осы кезде не істейміз? Фокусымыз шашыратып демаламыз да. Ертеңді ойламаймыз, таза ауа жұтамыз, миымызға ауа барады, демалады деген секілді. Жаңағындай телефондарды өшіріп қойып, барлығын өшіріп, мен просто жүретін табиғатта. 1-2 сағат жүріп алғам. Одан кейін үйге келгем, ужин ішкем, барлығын бір тексергем, что заттарым дайын тұр, нелерім дайын тұр, алып кететін заттарым. Одан кейін мен ауылда болғандықтан аудан орталығына барып тапсыруға жетеді. Сөйтіп ужиннан кейін мен такси іздегем. Жаңағындай сыныптастарыма звондадым, что там дайынсыңдар ма, құжаттарын дайындап қойыңдар, үйтіп қойыңдар, бүйтіп қойыңдар деп оларға өз кеңестерімді айтқам. Сөйтіп такси іздеп, болды, 2 такси алып кететін болды. Сөйтіп мектептің алдына таңертең барып тұрғам, барған ұбт тапсырғам. Сізде қалай болған? 1 күн алдын не істегенсіз? 1 күн алдында менде жаңа айтқандай, кішкентай заттың өзі дұрыс болмай қалса, ол өзіңіздің ойыңызды қатты өзгертіп жібереді. Болды, мынау дұрыс болмай қалды, енді мен не істеймін деген керек емес ойлар қаптап кетеді. Сондықтан да бәрін дұрыстап, сіз айтқандай бәрін дайындап қойған болатынмын. Мен осы уақытта не істеймін, қай кезде үйден шығамын, қанша уақытта жетемін, осының бәрін жоспарлап, кішкене 1 сағатта ерте келдім. Өйткені өзім қайда барамын, қандай кешігіп қалмаудың алдын алу үшін ертерек келейін деп шештім. Солай мен 1 күн алдын тек қана сабақ қарадым негізі, бірақ қатты фокусымды оған қоймаған болатынмын. Сіз айтқандай ойымды сергітіп, кішкене прогулка жасап, осылай достарыммен көбірек сөйлестім. Не істейсіңдер, не істеп жатырсыңдар деп видеозвонокпен сөйлескен болатынбыз. Осылай. Ал енді осы ұбт тапсыратын күні не істесек болады? Күшті сұрақ. ұбт тапсыратын күні оқушылар кеңес беремін. Негізі таңертең тапсырған күшті сияқты. Мен өз басым таңертең тапсырғам. Бір оқушылар болады, түс таңдап алады, таңертеңгілерден сұрап аламын да, сосын ол нұсқа түсте келеді деген. Ондай нәрсе жоқ оқушылар. Екеуіне 2 түрлі нұсқа береді. Осы сондықтан таңертең ертең тұрасың, тапсырасың, азанда ешқандай стресс болмайды. Түсте кіретін оқушылар ауыр болады. Неге қиын болады? Түсте тапсыратын оқушыларға. Себебі таңертең оқушылар шығады ғой. 1-2 сағат уақыт болады да, айтады, ойбай, қиын, мен бүйттім, сөйттім дейді да. Алар ұбт-ға кірмей жатып, жаңағы айтқандай, соғысқа дейін ұтылып қалады, короче. Соғысқа дейін өліп қалады да. Так что сол моментте алдын алу үшін мен таңертең кіріңдер, таңертең 6-та тұрасыздар, үйдегілер бәрі ұйықтайды, даладағы барлығы ұйықтап жатады. Тез шайын ішесің, шығып кетесің, сағат 8-де барасың да ұбт-ыңды бастайсың. Вот, осыған кеңес беремін. Енді ұбт күні не жасауға кеңес беремін? ұбт күні таңертең мен завтрак ішуге кеңес беремін. Миға нагрузка, ол негізі ми жалпы ең көп калория
жигат ететін жалпы яғни ең көп ресурс сұрайтын органдардың бірі деп аталады екен, ең көбі қателеспесем. Вот осы миымыз ойланады ғой енді, жаңағы памяттан еске түсіру керек, ойлану керек, есеп шешу керек. Сол үшін оған бір не керек? Азық керек. Сол үшін таңертең мен кеңес беремін, жеңіл бір тамақтанып алуға оқушыларға. Жеңіл тамақтану арқылы сендер не жасайсыңдар? ұбт-ға уже толық дайын болып тұрасыңдар, барасыңдар, тапсырасыңдар. Тойып тамақшы болғандар, андай бір майлы бірдеңені ішіп алып, ертең іштерін өтіп кетіп ұбт-та отырасыңдар, апай сыртқа шықпай айтайыншы деген секілді. Ондай нәрсе болмайды оқушылар. Так что сондай моменттерде қарастырасыңдар, өздеріңге бір жағатын, ұнайтын тамақтарын не істеп, бір настроенияларын көтеріп шықсаңдар, вообще күшті болады. Таңертең ата-аналарынан дұғаларыңды алып деген секілді, ата әжелерінен дегенде жүзесіңдер, барасыңдар, ұбт-ға кіресіңдер. Сол ұбт-ты тапсырған кезде не істеу керек? Соны айтып берейін. ұбт-ты тапсырған кезде оқушылар вообще қобалжымаңдар. Ол сендердің аралық емтихандарын, ол ұбт-дан кейін жалпы ол біріншіден нағыз ұбт емес. Екіншіден ол жерде аз алсаң, әлі сенің 4 айың бар. Шамамен даже 5 ай десек те ол шілдеге дейін. Уақыт бар көтерілуге. Так что қатты уайымдама. Егер сен бұған дейін дайындалып келсең, сен еңбегің точно ақталады. Егер сен дайындалып жүріп азалып қалсан, вообще кінәлама. Это нормально. Мен де достарым болған, который қаңтар ұбт-та 80 балл алып, 125 балға дейін көтерген. Бұл ненің арқасында? Әрине, еңбектің арқасында. Ал кейбір оқушылар болады, немқұрайлы кіреді да, тапсыра салады, кейін ары қарай немқұрайлы дайындалып кетеді да, сөйтіп 5-10 балл ғана прогресс жасайды. 5-10 балл ғана. Ондай негізі көп оқушы жасайды. Неге? Себебі ол оқушылардың өзіндік бір патологына жетеді негізі, кейбір оқушылар. Мысалға, мен өзім қаңтар ұбт-ты 127 жинасам, нағыз ұбт-та бар 138 жинағым. Максимум прогрессім 5 балл болғанда, дәл сол секілді. Сізде қандай болған прогресс? Менде прогресс 107 баллдан 114 балл жинаған болатынмын, бірақ наурыз ұбт-ымда 116 балл жинадым. Яғни кішкене жаңғыз ұбт-ға келгенде регресс болып кеткен. Регресс болып кетеді даже регресс болып кетуі мүмкін. Все құралайық, күшті екен, результатын жақсы, шынымен осындай балл жинау сендерге де бұйырсын оқушылар. Енді осы ұбт тапсырып отырып не істейсіңдер? Ұбт тапсырып отырып, парақты экономны қолданып отырсыңдар, парақ береді, ручкалармен аласыңдар, есептің барлығын шешіңдер, кодтардың барлығын жазыңдар, тексеріңдер жақсылап. Уақытқа үлгеруге барынша тырысуға кеңес беремін. Мен бірінші былай жасайтын. ұбт-тың барлық сұрақтарын көп шығарам. Бірінші Қазақстан тарихы тұр ма? Қазақстан тарихын білетін сұрақтан белгілеп шығарам. Білмейтін сұрақтарында кейінге қалдыра саламын. Оқу сауаттылық бітіремін сразу, мат сауаттылық бітіремін сразу, математиканы постараюсь бітіруге, ұмытып қалған формулаларын кейінге қалдырамын. Кейін информатиканы тапсырамын. Информатиканы тапсыру арқылы мен не жасадым? Жаңағындай дәл сол формат. Білетін сұрақтарыма жауап бердім, білмейтін сұрақтарыма қиналып қалдым. Но мен мынандай бір логикаға келдім ше. Мен ойлаймын, бірінші мат сауаттылық, математика, информатика, тарих, одан кейін оқу сауаттылық жасаған ең күшті вариант сияқты. Неге дейтін болсаңыздар, жалпы мынау соңғы мат сауаттылық бұл как разогрев та, бұл логикалық есептер шығарасың деген секілді. Одан кейін математика, сол математиканы жалғастырып кетесің. Кейін информатика бір ұмытып қалмайтын теорияларын белгілейсің, кейін Қазақстан тарихы белгілейсің, сонда оқу сауаттылық. Главный оқушылар энергияларын жинақтап барсаңдар, сонда оқу сауаттылыққа энергияларын қалу керек. Оқып, асықпай жауап беріп отыруға. Мен оқу сауаттылықтан тағы бір лайфхак айтып кетейін, мәтінді оқымай тұрып бірінші сұрақты оқып алыңдар. Не сұрап тұрған біліп алыңдар да, кейін мәтінді оқыңдар. Сол кезде бір мән мағынасы кіреді. Осындай момент бар. Окей, ұбт-тың тапсырдыңдар, тапсырып завершить деген басыңдар, көздерін жұмып тұрып қарадыңдар, балдарыңды көрдіңдер. Мұнайсаңдар да көңілдерің көтерілсе де, ешқашан берілмеңдер. Ары қарай сендердің жолдарың бітпейді. Бұл тек жолдарының бір межесі, бір нүктесі деп атасақ болады. Одан кейін әлі нағыз грант ұбт бар деп атасақ болады. Оған дейін әлі уақыт бар. Кеңес беремін оқушыларға. Алдын ала өздерін дайындалыңдар. Мен қандай нәтиже алсам да, менің көңілім түспейді деп настроймен бару керек. Мен солай бардым ше. Мен 120-дан азасам да, 100-ден азасам да, мен көңілім түспейді. Мен осы нәтижеге қанағат етемін дедім, болды. Осылай бардым. Одан кейін барып, не жасадым? Өздеріңге бір рахмет айту керек та. Себебі сен қантар деп қорқып дайындалдың, барыңдар достармен барып, аз алсаңдар да, көп алсаңдар да, осы бұйырғанға дейіндер да, өздеріңге рахмет айтып, бір кафеде тамақ ішіңдер деген секілді. Вот осы бір маңызды ключ секілді. Миларын сол жасаған жұмысына бір маған рахмет айтып жатыр деп, келесі жолғы жасауға бір әрекет етеді. Осы моментті айтамын. Сіз қалай ойлайсыз, осы көп оқушылар неліктен қантар, бізде мынандай да оқушылар болады, қантар ұбт-та 110 балл жинайды да, нағыз ұбт-ға барып 110 жинайды. Немесе қантар 105 жинап жүреді да, нағызға барып максимум бір 112-114-ке барады. Менің өзім
сол жаңағы айтып өткендей 5 балл ғана прогресс жасамын. Не үшін олай жасайды деп ойлайсың? Менің ойымша бұл істің себебі наурыз ұбт, қаңтар ұбт осы пробный ұбт-лардың балын көріп, ары қарай оқушы не істейтінін білмейді. Яғни осы бал қандай нәтиже алғанын көріп, қайдан қателескенін білмейді. қайдан қателескенін білмейді. Ары қарай не істеймін? Бұл нәтижеден қандай ой түйемін? Осы сұраққа жауап таппайтын сияқты. Оған мен жалпы өзім былай жасағам. Қаңтар ұбт аяқталғаннан кейін өзі әрбір оқушының профилінде тест-центр бізге не шығарып береді? Статистика шығарып береді. Қанша сұрақ келді, қаншасынан қателесті, қай тақырыптан қателесті, қандай сұрағынан қателесті, қандай сұрағын көрсетпейді енді, бірақ қай тақырыптан қателескен. Сол жерден жиі қателескен почти 0 алған тақырыптарды аламыз да толық қайталау керек. Осы біздің андай точка роста деп атауға болады. Осы тақырыптарды меңгеру арқылы біз өсеміз. Ары қарай балымыз өсетін болады. Вот осы моменттерді оқушылар меңгермейді, шынымды айтайын. Қаңтар ұбт тапсырды, болды, ары қарай оқи берейін дейді, баяғы стратегиясын қолданады. Жалпы ол стратегияны өзгертіп отыру керек оқушылар. Қаңтар ұбтқа дейін сендер жаңа білім аласыңдар. Қаңтар ұбттан наурыз ұбты арасында жаңағы қателерін түзейсіңдер де, наурыз ұбтта не істейсіңдер? Қаншалықты түзегендерін көресіңдер. Наурыз ұбты мен нағыз ұбттың арасында сендердің қателеріңді наурыз ұбтының мен қаңтар ұбты қателерін общий түзеп, толық қайталап, мүмкін білмейтін жаңа тақырыптарды меңгеретін кезең деп атам. Міне осылай 3-ке бөліп соғуға болады. Дайындық кезең. Қаңтар ұбтқа дейін толық дайындалу, қаңтар ұбты мен наурыз ұбты аралығында қаңтар ұбты қателіктерін жою, наурыз ұбты мен нағыз ұбты аралығында жаңа тақырып меңгеру, жаңа қаңтар ұбты қателіктерін жою және наурыз ұбты қателіктерін жою. Вот осындай 3 кезеңге бөлу арқылы мен өзім жасағам да. И осы арқылы мен былайша айтқан кезде нәтижеге жете алдым деп ойлаймын. Оқушылар құлақтарыңызға алтын сырға, сондықтан ұбт бітіргеннен кейін, қаңтар ұбт бітіргеннен кейін не істеймін деген сұрақ жасауды ұмытпау керек. Еще мынандай да оқушылар бар ше. Бұл қадалған оқушылар ғой көбінесе. Олар анализ жасай алады да. Ал почти жоғары алған оқушылар ше. Олар просто шатасып кетті деген секілді да. Вот ол оқушыларға айтарым, мен звезда ауруымен ауырмаңдар. Себебі 130 балл жинап жүріп, наурызда сонша жинап жүріп қадалуға болады. Ол мүмкін. Менде де былай болған, қаңтар 127, наурыз 134, ема 7 балл істедім, значит, ары қарай 140 жақын, 135-тен асып кетем, болды мен 134, уже сәл қалды 135 жинайын деген секілді. Наурыз ұбтта 134 жинағасын. Ема, значит, мен 132-де сөйттім да, нағыз ұбтқа барған кезде 132 жинайын ба. Ема 2 балл регрессқа. Андай, ішінде сәл өзің 135 плюс деп, 140 деп күтіп жүресің да, бірақ болмай қалса, бір звезда ауруы болды менде, мойындаймын. Наурыз ұбттан кейін. Звезда ауруы ол қалай? Мен бәрін білем, оқымасам, демалсам болады. Вот осы звезда ауруы. Барлық оқушы 130-да болуы мүмкін, бір оқушы 100-ден асса, бір оқушы 90-дан асса, сондай жағдайлар болуы мүмкін. Соның алдын алу үшін біз жалпы ауырмаңдар оқушылар, алдын ала гриппен де ауырмаңдар, звезда ауруымен де ауырмаңдар, сол жалпы ауырмаңдар. Алдын ала өздерің настрой қойыңдар. Мен оқимын, нағыз ұбтқа дейін оқимын дегенде. Ондай нәрсені алып тастау керек. Яғни өзіңнің планкадағы балыңнан асып кетсе, онда ары қарай дайындықты жалғастыру керек, қойып кетпеу керек деген айтасыз. Сол планканы ұстау үшін де жалпы дайындалып отыру керек. Тағы да сіз жаңа айтып кеттіңіз, бірге сыныптастармен бірге барып тапсырамын деп. Мен де солай тапсырған болатынмын. 7-8 сыныптаспен бірге барып тапсырып, олардың жартысы таңертең кіреді. Біз жартысы түсте кіреміз да. Сондықтан біз таңертең кіретіндерді барып күтіп алатынбыз. Келгеннен кейін бір танымал адамдарды күтіп алған сияқты, қалай тапсырдың, қандай балл алдың деп тағы слив сұрайтынбыз. Олардың сливтарына ананы деген дәптерді алып алып тұрып, не келді деп жазып жаттайтын едік. Осы слив деген сенім керек па? Сізге мысалы сол слив сұрақтар келді ма? Негізі тарихтан бір сұрақ, 2 сұрақ келген шығар, былай жалпы негізі келмеді. Бірақ логикалары ұқсау мүмкін. Негізі барлық нұсқаның логикасы ұқсайды. Ұқсайды. Негізі, мысалға, Python 11 сұрақ деп спецификацияда бекітілген болса, тест жоспарында ол барлық нұсқада шамамен келеді. Сондай. Примерно Pythonнан көп оқушылар келеді, қандай сұрақ келді сен? Python, HTML, SQL деп айтады. Ол бүкіл нұсқада бар ғой, ол сұрақ ше. Олардың мәліметтерінің өзі қаншама десеңізші? Оның ішінде өте көптеген нұсқалар бар. Менің өз басым сливқа сенуге болмайды. Слив это андай бір соңғы үміт деп қарауға болады. Слив жаттап, мынандай сұрақ келіп жатыр екен десе, вообще басқа сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Так что бірінші өзінің деңгейін дайындалып алу керек. Сливті қалай зерттеу керек екенін айтайын. Ол былай. Сливті келген кезде, мен мына сұрақты білемін ба, білмеймін ба деп зерттеу керек. Мен мынандай есеп шеше аламын ба?
шеше алмаймын ба деп зерттеу керек. Сол ең дұрыс шешім деп ойлаймын. Мысалға Pythonнан рекурсия келіп жатса, мен рекурсияны білемін ба, білмеймін ба? Білмесең рекурсияны зертте. Именно сол сұрақтың жауабын жаттап алады да, барады да оқушылар. Ана есепті қалай шешу керек екенін жаттамайды. Барады да ананың жауабын жаттайды. Осылай келсе В-ны басамын. Даже ана жақта варианттар ауысып отырады ғой. Соны оқушылар түсіне бермейді. Так что 2 деген секілді жауаптарын жаттап алмай, оқушылар барып қалай шешілетініне де үйренсеңдер, кейін соған ұқсас есептер келеді өзі ше. Рекурсияға ұқсас есептер келеді. Мысалға факториал есеп келсе, оның 1-2 саны өзгеріп келеді деген секілді. Сондай моменттерді просто қалай шешетінін үйрену керек. Слив осы үшін керек та. Примерно қандай деңгей болып жатқанын көру үшін. Осының өзі бір анализ сияқты, өйткені негізі анализ сияқты. Қаңтар ұбт-да маған Pythonнан map деген функция келген болатын. Соны нағыз ұбт-да тура сол келді. Яғни соны анализ жасау арқылы нағыз ұбт-да уже 1 балл қосып ала аласыз. Жаңағы ойлану керек. Білем ба, білмеймін ба деген секілді. Осындай моменті бар. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің қаңтар ұбт туралы инфо подкастымыз соңына келіп жетті. Бүгінгі біздің қонақта Ильяс ағай. Оқушылар, бүгін біз қаңтар ұбт дегеніміз не, оған қалай тіркелеміз, қалай дайындаламыз, қаңтар ұбт-ға бір күн қалғанда, қаңтар ұбт күні, қаңтар ұбт-тан кейін не істейміз дегендей барлық қаңтар ұбт-ға байланысты сұрақтарды қамтып, мифтердің барлығын бір шындыққа айналдырдық, шындық моменттерін айтып өттік. Енді бір қобалжымай, осы қаңтар ұбт деген бір емтихандардан жаңағы бері айтып келе жатқандай бір соғыстарынан жақсы өтіп шығуларыңа тілектеспін. Егер осы видеоның астына біз 150 комментарий жинайтын болсақ, дайындық жайлы жаңа бір подкаст шығаратын боламыз. Толық қалай дайындаламыз, қандай лайфхактар бар деген секілді. Оқушылар, сау саламатта болыңдар. Сендермен байланысты болған Құралай апай және де Ильяс ағайларың келесі кездескенше. Барлықтарыңызға сәттілік.